21 жастағы Британия тұрғыны Джей ешқашан тіс жуу мен тіс тазалайтын щетканың не екенін білмеген. Жігіттің ата-анасы ешқашан ұлдарының тіс тазалығына мән бермеген екен. Джейдің өмірі жергілікті телешоудың қонағы болған кезден кейін өзгерді. Ер адам өзінің адам шошырлық тістерінің адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауына, жақсы жұмыс табуына кедергі келтіретінін мойындаған. Осылайша Джеймс Рассел тіс дәрігеріне баруға күш тауып 20 жыл бойы жуылмаған тісін емдеткен. Оның емдеуге мүлдем келмейтін 11 тісін жұлып тастаған екен.